Қазақстан елінде тұрып жатқан Қазақстан азаматы үшін өзінің елінің тұрақтылығын, ынтымағын, бірлігін, әсіресе діни тұрғыда, дін саласында бір басшыға бағынып, бір Құранмен, бір сүннетпен, және бір өзіміздің Ханафи мазхабымен, Матуриди ақидасымен ұстанып жүру өте маңызды. Тек қана оны теориялық жағында емес, практикалық, күнделікті тұрмыс тіршілігімізде де осыны көрініс табу керек деп ойлаймын. Шет елдерде оқып келген азаматтар болуы мүмкін. Египетте болсын, Ливияда болсын, Сирияда болсын, және де басқа Саудияда болсын. Әркім әртүрлі бағытта түсіндіргісі келеді дінді. Бірақ айналып келген кезде біздің еліміздің ынтымағын ойламауы мүмкін, бірлігін ойламай қалуы мүмкін. Қателікті тоқтатуымыз үшін діни басқарманың ұстанымы өте маңызды. Неге? Өйткені сенің басқа араб елдеріне, немесе Еуропа елдеріне, немесе осы біздің СНГ елдеріне түсіндіру әдіс тәсілдері оның салт дәстүріне сай болу керек. Және ой пікірі, соның тұрмыс тіршілігіне қарай түсіндірілу керек. Оны ойлайтын еліміз және еліміздің ішіндегі діни ірге тас болып қаланатын жаңағы біздің діни басқармамыз. Қазір өзімізде осы жерде Әл-Асқарда ұстаздар, докторлар осы жерде сабақ беріп жатыр. Оларды көп барудың да қажеті жоқ. Осы жерде оқып, білімін жетілдіруге болады. Және араб тілі дейтін болса, таңғы сабақтан кешкі уақытқа шейін қосымша сабақтар бар. Өз аудиториялық сабақтарымыз бар. Яғни бір адам араб тілін осы жерден де жақсы жетілдіре алады. Тіпті шетелге барудан да артық меңгеріп кете алады. Нұр Мүбарак университетінде діннің қай саласы болсын, белгілі мамандар бар, сол мамандармен өзін жетілдіре алады.